Жүздеген жан әжетін аулады өтіп, балалар дәретхана алдында ойнауға мәжбүр. Біз шалғайдағы жағдай нашар, ұмыт қалған ауыл туралы емес, білдей қаладағы жағдай туралы айтып отырмыз. Шаһар мәртебесін бірнеше жыл бұрын алса да, баға ашылмаған шудағы жұрттың мәселені айтып жағы талып көңілі қалған. Көп қабатты үйлер алдындағы әжетханалар мұндағы қараша үшін қалыпты көрініс. Әріптесім Шерхан Абзалұлы ауданға арнайы барып тұрғындар талабын тыңдап қайтты. Шу қаласындағы көп қабатты үйлердің дәретханасы далада. Кәріз жүйесі болмағандықтан тұрғындар осылайша әжетін сыртта өтеуге мәжбүр. Бұл кезінде Шу шаһарының орталығы болған қант зауыт алқабының қазіргі көрінісі. Шағын ауданның шырайы кетіп, кәріз жүйесі істен шыққалы 30 жылдан асқан. Қазір 10-нан астам екі қабатты үйдегі тұрғындар білген жерін қазып, әркім өзіне дәретхана салып алған. Сақ-завод тоқтағаннан кейін бұл жерде өкіметтің ондай нәрселерінің бәрі құрыған. Мына жерде қазір әркім ойына келгенін істейді, мінекей туалетті кім қазғысы келеді, осы жерден келеді, қазып алады. Оның исі дегені, оның несі сасығы дегені бізге келеді. Біздің кінәміз не? Біз не істейміз? Біздің қолымыздан келмейді ештеңе. Қаза-қаза жер қалмағасын қазір дәретханалар ойын алаңына дейін жеткен. Ал үйлердің айналасы балдырғандар үшін тіптен қауіпті дейді Қараша. Себеп кәріз қалдығы құйылатын бет ашық орындар адам бойынан асады. Потому что слив жоқ. Обязательно қауіптан ол. Бала жүгірсе бітті ғой, өлді дей бер анан ішінде. Ол 4 метр анау тереңдік. Өзіңіз ойлаңызшы. Бұл жаққа келген адамдардан ұяламыз да өлім, ұяламыз. Ал тағайындалғанына көп болмаған су жаңа әкімнің қазір бюджет бөлінгенін теуден басқа амал жоқ. Мұндағы кәріз жүйесі толықтай жарамсыз деп табылған. Сол себепті барлығын бірдей ауыстыру керек екен. Ол үшін 3 миллиард теңге қажет деді. Енді ол мәселені мен де кегелі бері көтеріп жатырмын. Негізі ол мақсатта ол туалеттердің бәрінің көзін құрту керек, жауып тастау керек. Келесі жылы болатын шығар деген үміттемін. Жаңа басшы қызметке келгелі бірінші берген сұхбатында састым деп арнамызға қайта хабарласты. Анықтала келе келесі жылы түгілі алдағы бірнеше жылға қаржы қарастырылмағаны белгілі болды. Бұқараның бұрыннан келе жатқан бас ауруы алдағы жылда да баяғы кейпінше қала бермек. Шерхан Абзалұлы, Еуразия бірінші арнасы, Жамбыл облысы.